Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жу Есенжанова. Бүгін біздер өте дәмді беляши дайындап үйренетін боламыз. Суға бір кесе, шай кесе суға осылай дрожж саламыз. Юва дрожжын салам. Жарты ас қасықпен тұз, бір ас қасықпен қант және де майонез саламыз. Осылай видеодағыдай. Толығырақ ақпаратты төменге тастап кетемін. Тағы да қарап алсаңыздар болады. Осыларды араластырып қамыр илейміз. Енді ұнын саламыз. Қамырыңыз қатты болмауы керек. Қолға жабыспайтындай болса, сол жеткілікті. Енді осыны илеп алғаннан кейін 15-20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Бір көтерілгесе де жарайды. Міне, дайын болды. Енді осыны қойып қоямыз. Осы уақытта фаршымызды дайындап аламыз. Қалауыңызша дәмдеуіштер, тұз қосасыздар және пияз, сонымен қатар жұмыртқа қосуды ұмытпайсыздар. Видеода жұмыртқа салынбаған, бірақ сіздер қосуды ұмытпаңыздар. Міне, біздерде дайын болды. Енді көтерілген қамырымызды илейміз. Көпшілік адам осылай дөңгелек қылып бөліп алып, содан кейін илегенді жақсы көреді екен. Бірақ егер сіздер дәл қазір видеода мен көрсететіндей қылып істейтін болсаңыздар, онда сіздер уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Бұны көп адам қолданбайды. Сол үшін мен әдейі түсіріп жатырмын. Уақыттарыңызға үнем және барлығы біркелкі болып әдемі болып шығады. Міне, осыдан кейін, егер жұмыртқа қосатын болсаңыздар, мына ортасындағы еттері беляшидің ажырап кетпейді бір-біріне, сондықтан осылай пісіріңіздер және әдемілеп түйіп, дәл бауырсақ пісіргендегідей пісіріп алыңыздар. Мына майға қуырып аласыздар. Келесі жағын пісіріп жатқан уақытта ортасына май құйып тұрыңыздар. Өте дәмді болып шығады, өте тез дайындалады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ұнаса лайк бас, комментарий жазыңыздар.